Ал мында бір лайфхакпен бөліскіміз келіп тұр. Осы қарасаңыз, канадская технология ретінде қоршауы жасалған 50 метрде 50 метр. Басқа ешқандай да үстінде жоқ. Енді ал көрсетейік. Мында жоғары 3 метрлік ағаштар, щелевой закрытие, арасынан ауа жел жетті. Мында бүгінгі таңда 50-де 50 метрге қоршау жасалған 140 бас аналық бастан бізде қоршауда осы ұсталынып тұр. Қыстық содержание деп айтуға болады. Бұның тиімділігі бізде қора салу керек емес, көп шығын шықпайды. Осындай методика арқылы шығынды азайтып, бейімделіп. Енді мынау қоршаудың қарасаңыздар, тиімділігі неде? Капитальное строение керек емес. Бұл біздің шығынымызды азайтады. 50-де 50 қоршаудың ішінде 140 бас аналық бас ұсталынып тұр. Бұл енді тиімді және ыңғайлы. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, мал басы бүгінгі таңда бізде ауа райы температурасы -6, бірақ қара суық. Осы жерде ық болып тұр ауа. Желін жоқ болғанда мал өз-өзін жақсы көрсетіп тұр.